Баршаға сәлем. Бүгін біз сіздермен творогтан печенье әзірлейтін боламыз. Бұл печеньені утиный лапки деп те атайды. Печеньені дайындау үшін бізге 80 грамм қант, 100 грамм сары май, 200 грамм ірімшік, яғни творог, 170 грамм ұн және де 5 грамм қамыр қопсытқыш қажет болады. Үлкендеу ыдысымызға творогымызды салып аламыз. Егер творог сізде пастообразный болатын болса, блендермен езгілеудің қажеті жоқ. Егер домашний болса, осылай блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Егер блендер болмайтын болса, ситадан не болмаса марлыдан бір өткізіп жіберуге болады. Үстінен сары майымызды салып блендерлейміз. Егер майымыз бөлме температурасында тұрса, блендермен араластырудың қажеті жоқ. Үстінен қантымызды салып, тағы да бір келкі болғанша араластырып аламыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышымызды саламыз және де массамыздың үстіне қосамыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілуі қажет. Бұл уақытта духовкамызды 170 градусқа қыздырып қоямыз. Мінекей, осындай жұмсақ, кішкене қолға жабысатындай қамыр бізде пайда болады. Столдың үстіне қамырымызды салып, астына пергамент төсеуге де болады. Кішкене ұн сеуіп, жайып бастаймыз. Ұнды көп мөлшерде себуге болмайды. Өйткені біз қазір бұл қамырымызды қантқа малып аламыз. Сол кезде жабыспай қалуы әбден мүмкін. Қанттың толщинасы 1 мм болуы қажет, 1-2 мм жетеді. Менде осындай диаметрі 10 сантиметрлік форма, осы формалармен кесіп домалақтап шықтым. Артылған қамырларды қайтып жайып, қайтып кесесіздер. Сондықтан ұнды көп себуге болмайды. Қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай қантқа алды-артын малып алып, ортасынан бір бүктеп, тағы да екінші рет бүктейміз. Тағы да бір рет көрсетемін. Екі жағын қантқа орнатамыз, ортасынан бір бүктейміз, және де тағы да бір рет бүгеміз. градуста 15-20 минуттың көлемінде осылай қызарып пісіп шығады. Балаларға қатты ұнайды деген ойдамын. Дайындап көріңіздер. Бұл әсіресе творогты қатты ұнатпайтын балаларға өте пайдалы деген ойдамын. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.